Қадірменді оқырман қауым, Жамбыл Жабаев «Ұлы дала ақыны» атты онлайн дауыстап оқуды назарларыңызға ұсынамыз. Биыл жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл. Жамбыл Жабаев 1846 жылғы ақпан айының 28 күні Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен ақ таныла бастаған. Бозбала шағынан ортасын ән мен жырға кенелтіп, көршілес қырғыз елінде де даңқы жайылған. Сол кезде Жамбыл жетісудың дүлдүл ақыны Сүйінбайға жолығып, оның батасын алады. Қақаған қар аралас соғып боран, ел үрей көк найзалы жау тараған. Байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойыпты атым содан, дейді Жамбыл ақын. Ұлы қазақ даласында сан ғасырлық жолдан өткен жыраулық мектеп бар еді. Асан қайғы, Қазтуған, Шалкиіз, Доспамбет, Жиембет, Бұқар, Ақтамберді, Үмбетай, Қаблиса, Сүйінбай сынды жыраулар өмір сүрді. Ауыз әдебиетінің алыбы Жамбыл Жабаев та осы жыраулық мектептің соңғы өкілі десек те болғандай еді. Ол менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлемей сыйынбай деп өмірін өлеңге арналды. Атақты Майкөт пен Құлманбетті жеңіп, жетісудың бірінші ақыны атанды. Елімнің жақсылары таныстырған ой, жырым қызыл тілім сен арқан деген Жамбыл баба қандай құрметке де лайық. Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен ақ таныла бастаған. Жамбыл шағым, жылқышы, шәбденге, сәт сайларда, Өстепкеде, патша әмірі таралды, зілді бұйрық сияқты өлеңінде елдің әлеуметтік саяси өмірін көрсеткен. Жамбыл Жабаев шығармашылығын шақтау шегі 90 жастан асқан шағына тура келді. 1936 жылы Мәскеуде өткен Қазақстанның 10 күндігіне шымылдығын Жамбыл ашты. 360 өнерпаз барған бұл мәдениет күндерінде жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың әнші Күләш Байсейітованың абыройы асқақтады. Жамбыл сол жылы еңбек қызыл ту орденімен марапатталды. 1936 жылдан бастап Жамбылдың аты орыс тілі арқасында шетелге де тарала бастады. Кеңес үкіметі сол кезде 75 жылдық шығармашылық тойын тойламақ болады. Жамбылдың шығармашылығы әлемнің ондаған тіліне аударылып дүние жүзіне тарады. Жамбыл көзінің тірісінде КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанған. Ақынның Өтеген батыр, Сұраншы батыр, Керғұлы, Бақ-Дәулет, Ақыл деген дастандары бар. Жыр алыбы Жамбыл күйші Дина Нұрпейісовамен де жақын таныс болған. 1936 жылы таныстық соны жақсы сыйластыққа ұласқан деген дерек бар. Жамбыл саналы ғұмырында Құлманбет, Досмағамбет, Сарбас, Майкөт, Бақтыбай, Бөлтірік, Шышубай ақындармен айтысқан. Сон ішінде Айкүміспен айтысы, қыз бен жігіт айтысының жақсы бір көрінісі. Жас күнінде Жамбыл ақын Сара, Айкүміс, Сайқал, Кәмшат қыздармен айтысқан. Ақынның соғыс жылдары отан қорғау тақырыбында арнап жазған. Өлеңдері 3000 жолды құрайды. Әсіресе Ленинградтық өренім, Москваға, Майданға хат сынды өлеңдері бар. Жамбыл ақын өмір мен өлім арпалысына түскен кеңес жауынгерлеріне отты жылдар арқылы жігер беруге тырысты. Жамбылдың ұлы Алғадай жат елде оққа ұшқан болатын. Ұлының қазасынан кейін Жамбылдың Алғадайды жоқтауы деген өлеңі шықты. Кей деректе сәйкес Алғадай ұрпақ тарап бүгінде бүтін бір отбасы болып отыр. Жамбыл өзінің алдындағы аға буын өкілі Сүйінбай ақынды өзіне пір тұтқан. Ал Кенен Әзірбаев Жамбыл Жабаевты тәлімгері деп таныған. 1941 жылы Жамбылға мемлекеттік сыйлық берілді. Ұлы отан соғысы күндерде Жамбыл өзінің өлеңдерінде кеңес социалистік республикалар халқын отанды қорғауға, еңбектегі ерлікке шақырды. Совет адамдарының батырлығын, КСРО халықтарының мызғымас достығын жыр етті. 1943 жылы Майданда Жамбылдың ұлы Алғадай қаза тапты. Бұл жөнінде ақынға хабар жеткенде ол біраз үнсіз отырып барып қайғылы хабарға өлеңмен жауап берді. 1945 жылы 9 мамырда
айтылды. Бұл неміс фашистерінің біздің халқымыздың қаһармандықпен жеңгендігіне арналған еді. 1946 жылы ақпанда Қазақстан жұртшылығы даңқты ақынның 100 жылдығына салтанатпен атап өтті. Юбилейіне қарай ақынның таңдамалы шығармаларының академиялық жинағы орыс және қазақ тіліне басылып шықты. Жамбыл Жабаев Ленин еңбек қызыл ту және құрмет белгісі ордендерімен марапатталған. Жамбыл 1945 жылы 22 маусымда Алматы облысының Ұзынағаш елді мекенінде 99 жасында дүниеден өтті. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.